Бір дана жұмыртқадан осылай бір лист болып шығатын печеньені жасаймыз. Үйдегі бар заттардан құраммен жасалады. Осылай үгіліп тұратындай дәмді печеньелерді бірге жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Осылай үгітіліп тұратын болады. Ал ендеше бастаймыз. Бір дана жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Жарты стақан сүтімізді құямыз. Және де қантымызды саламыз. Ерітіп алған сары майымызды қосамыз. Және де венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Осындай пайдалы оңай рецепттер үшін маған жазылып алуды ұмытпаңыз. Және де електен өткізілген ұнымызды салып аламыз. Шай қасықпен ванилинді, шай қасықпен қамыр қопсытқышын қосамыз. Алғашында венчикпен осылай араластырып аламыз. Видео пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді қалған ұнымызды қосып, қамырымызды илеп аламыз. Бір тегіс болғанша илеп аламыз. Неке бізде бір тегіс болып шықты. Ал енді бірден пішіндерге салып аламыз. Осындай шай қасықпен бір қасықтан аламыз. Және де қолымызға домалақтап, саусақтарымызбен басып, пішіндерін жасаймыз. Неке барлығында осылай жасап аламыз. Ал енді ең соңында осылай үстінен кішкене басып шықтым. Қалаған заттарыңызбен пішіндерді жасауға болады. Неке бізде пісіп шықты. 200 градуста пісіріп аласыздар. Баршаңызға ас болсын. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.